Сәлем қыздар, Әсәлема арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видео рецептімізді қысқа арнап қияр тұздаймыз. Рецепті аяғына дейін көріңіздер. Бізге қажет болатын заттар: хрен жапырағы және сабағы, кепкен укропымыз, қияр керек болады, сарымсақ, лимон қышқылы, қара бұрыш және лавр жапырағы. Қант және тұз қажет болады. Қиярымызды алдын ала 4-5 сағат салқын суға салып аласыздар. Стерилденген банкамызға, 1 литрлік банкаға хрен жапырағын, сабағын және кепкен укропымызды салып, қиярмен толтырамыз. 1 литр банкаға 3 лавр жапырағы жетеді және 5-6 қара бұрышымыз, 4 сарымсақтан салып, қияр сиғанша салып шығамыз. Қиярды алдын ала 4-5 сағат салқын суға салып қоясыздар. Жақсылап жуып, содан кейін барып қана банкаға құямыз. Осылай ыстық суды құйдық. Осы құйған күйінде 20 минут тұрады. Одан кейін барып осы суымызды 1 литр банкіге құйып аламыз. Байқасаңыздар, жарты литр ғана су шықты. Енді осы 1 литрді 1 литр суға толтырамыз. 1 литр банкамызды. Үстіне тағы ыстық су құямыз. Ыстық сумен құйып алғаннан кейін 40 грамм тұзбен 40 грамм қантымызды саламыз. Бұл 1 литр банканың мөлшері, яғни. Осы күйінде басқа ыдысқа аударып аламыз және қайнатамыз. Қант пен тұз жақсылап еріп, бір бұрқ еткізіп қайнатып аласыздар. Және осы 1 литр сиропыңыз сіздің 2 банка қиярға жетеді. Қайнады, қайнаған кезде 1 шай қасық лимон қышқылын салып жібереміз. Осылай көбіктенеді, сол кезде оттан алып, қиярымызға құямыз. Және крышкасында стерилизовать етіп аласыздар, яғни қайнаған ыстық суға қайнатып аласыздар. Одан кейін банкамызды жабамыз. Егер сіз 2 литр немесе 3 литр банкаға жасайтын болсаңыз, онда мен айтқан мөлшерді көбейте саласыз. Рецепті ұнаса осылай жасап көріңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып және видеома пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.